Саламатсыздар ма? Бүгін біз осындай мультяжды видео жасайтын боламыз. Ол үшін Render Forest деген бағдарламаны телефонға жүктеп аламыз. Болмаса Render Forest деп Google-ға жазып, сайтына кіріп, осындай мультяжды видео жасасақ болады. Соған кіргеннен кейін өзіміздің аккаунтымызға кіреміз, не болмаса тіркелеміз. Қазір қосылсын. Мінекей Render Forest мен телефон арқылы кірдім. Шаблондардың ішінен әртүрлі шаблон таңдасам болады. Мысалы, мынау 3D анимация деген шаблонды таңдадым. И выбрать деп загрузить пресет деп таңдаймын. Ішінде әртүрлі мультяж кейіпкерлер дайын шаблондар бар пресеттердің ішінде. Сол бір пресетті таңдаймын. Міне ашылды пресеттер. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп тұрғандар ол кадрлар. Соларды бірді басып, бірінші кадрды, екіні басып, екінші кадрдың барлығын редактировать етіп шығамын. Ішіндегі жазулардың барлығын өзгертіп, қажет еместерін алып тастаймын. Мен осылай екіншісін, үшіншісін, 4, 5-шін қалғандарын барлығын өзгертіп шығамын. Қажет еместері болса, былай басып, удалить деп басып, өшіп тастасам болады. Тағы добавить сцену десек, біз әртүрлі басқа да сценаларды қоса алсақ болады. Осында әртүрлі фото көрсететін мультяжды кейіпкерлер өте көп ішінде. Мысалы, мына керек емес кадрларды өшіп тастап, керек кадрлардың ішіндегі сөздерін өзгеріп шығамын. Осы бағдарламаның бір минусы қазақша әріптерді оқымауында. Сол себепте көбіне бұны орысша видео жасауларда қолдануға болады. Және көбіне андай фотоларды, видеоларды көрсететін кадрларды қолданған жөн. Және соңында бұл бағдарлама платный болғандықтан астында Render Forest деген жазу шығып тұрады. Сол жазуды біз CapCut бағдарламасына кіріп, сол жазудың үстіне бір стикер қоя салсақ, видеомыз жақсы болып шығады. Міне видеомыз дайын болды. Енді предпросмотрға кіріп, осы бесплатный предпросмотрды басып, осы видеомызды жүктеп аламыз. Енді CapCut'ты ашайық. Мына өзім видеом таңдадым. CapCut'та мына видеоны басып, астында стикер дегенді басып, өзіме қажетті стикерді қоямын. Не болмаса текстовая анимация кіріп, өзіме қажетті бір анимацияны таңдап, жазуын өзгертіп алсам болады. Кейін осы видеома салынған осы стикерді видеоның ұзақтығына қарай созамын. Мына Render Forest деген жазуды жауып қоямын. Мінекей астындағы осы стикерімді созамын. Қажет емес бөліктерін өшіп тастаймын. Мінекей біздің видео дайын болды. Енді осы видеоны жүктеп сақтап аламын.